Жұп-жұқа, жұп-жұмсақ ірімшікпен хычиндер дайындаймыз. Дәмді болғанда айтуға тілім жетпейді. Ірімшікті үккіштен өткіземін, айранға ас содасы, шымшым тұз, қант қосамын, араластырамын. Аздап ірімшікті саламын, илеуіштен өткен ұнды біртіндеп қосып, жұмсақ қамыр илеймін. Оны жауып 15 минутқа қалдырамын. Қамырды 7 бөлікке бөлдім, әр бөлікті аздап ұн сеуіп жайыңқырадым, ірімшік толтырдым, қамырдың шеттерін ортасына қарай жинадым. Жабыстырдым, содан кейін баппен ақырындап үстінен қатты баспай жайдым. Құрғақ табаны орташа отта қыздырдым, екі жағынан қызарғанша қақпақ астында қуырдым. Хычиндерді дереу сары маймен майлап, ыстық кезінде жедім. Жегенде арманда, жемегенде арманда, аузыңызға жұқпай қалай жұтқаныңызды білмей қаласыз. Ас болсын, дәмді болсын.